Сәлем менің YouTube оқырмандарым. Сіздермен бірге Бакиева Шолпан Әмірқызы. Бүгін мен үй жағдайында құлпынайды шоколадпен әрлеуді айтып беремін. Бізге қажетті өнімдер бұл құлпынай, тәтті шоколад және де кокос стружкасын алдым. Езілген жаңғақ. Құлпынайымызды суға жуып алып, оны кептіріп сүртуіміз керек. Мен бұны жуып болған соң салфетка қағазына қойып, сүртіп кептіріп алдым. Өйткені шоколад бар ғой, ол суды жақтырмайды екен. Ендігі кезекте тәтті шоколадты су моншасында ерітіп, кесеге құйып алдым. Енді оны құлпынайымды бір-бірлеп салып, оған стружканы сеуіп, әрлей бастадым. Сол құлпынайды терген кезде мен сабағын ұзындау етіп тердім. Өйткені осылай шоколадқа салған кезде ыңғайлы болсын деп. Сөйтіп әрбіреуін шоколадқа салып, әсемдей бастадым. Біреуін жаңғаққа салып әрледім. Екіншісін жаңағы кокоспен әрлей бастадым. Құлпынайды осылай шоколадпен әрлеп, әсемдеп, бизнес бастауға да болады екен деген ой келді. Бұл әрине жақсы, өте үлкен еңбек екен. Әрбіреуіне шоколадқа малып, оны жаңғақпен және стружкалармен әсемдеп шығу. Осылайша бір-бірлеп құлпынайларды шоколадқа салып, оны әсемдеп бітіріп шықтым. Шоколадқа салған соң, оның сәл кебуін күтсеңіз, жаңа қойған ыдысыңызға да жабыспайды екен. 5-6 секундтай ұстап тұру керек. Осылайша мен құлпынайлы шоколадты құлпынайды ауызашардың десертіне деп дайындап алдым. Еш қиындығы жоқ екен. Осындай шоколадты құлпынайды жасап беріп, үйдегі балаларыңызға қуантып қойсаңыз болады. Бұл әрі пайдалы, әрі тойымды ас екені сөзсіз. Және осындай шоколадты құлпынайдан көбірек жасап қойсаңыз да, үйіңізге келген қонақтардың алдына қоюға, немесе туысқандарыңызға сыйлыққа апаруға өте таптырмас керемет сыйлық болары сөзсіз. Немесе осындай құлпынайлы бизнес бастап кетсеңіз де болады. Және де жақындарыңызды қуантып, туылған күндеріне сыйлық жасасаңыз болады. Дастарханыңыздың сәнін келтіретін осындай құлпынайды жасап көріңіздер. Енді маған бірнеше идеялар келіп тұр. Егер де видеом ұнап жатса, лайк басып, менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Міне шоколадты құлпынайларымыз дайын болды. Ас болсын баршаңызға. Егер видеом ұнап жатса, достарыңызбен бөлісіп, қоңыраушаны басып, лайк басып қойыңыздар. Назар қойып тыңдағандарыңыз үшін көп рахмет. Ас болсын баршаңызға. Келесі кездескенше сау болыңыздар.